Чемпиондар лигасының жаңа маусымы ерекше формат өтеді. Бұл жолы 32 команда емес, 36 команда қатысады және бұрынғыдай топтық кезең болмайды. Бірден 36 команда айналмалы жүйе бойынша өтеді. Биылғы маусым несімен ерекше, қандай командалар қатысады, қандай форматта ойнайды, неше матч болады. Бүгінгі шығарылымда біз жаңа маусымдағы жаңа формат жайлы айтатын боламыз. Барлығын түсінікті етіп жеткіземіз. Ендеше бастаймыз. Суперлига пайда болады деген кезде УЕФА бірден Чемпиондар лигасының форматын өзгерту туралы шешім қабылдады және сол арқылы Суперлиганың тұмшалап жауып тастады. Яғни бұл турнир одан бетер қызығырақ болады. Топтық кезеңде әрине топ матчтар аз болды және ешкімге керек емес ойындар да көп болды. Адам қызықпайтын ойындар көп болды. Мысалы, Зальцбург пен Динамо Загреб сияқты ойындар ол шынымен де көпшіліктің бір қызығушылығын тудырған жоқ. Сондықтан да топтардың арасындағы топ 5 лиганың командаларының арасындағы алпауытты жиірек өткізу үшін осындай жаңа формат ойлап тапты. Енді шынымен де бұдан әрі қарай турнир қызықты болады, тартысты болады. Әр апта сайын біз гранттардың, алпауыттардың арасындағы ойынды көреміз. Ендеше бұл маусым жайлы толығырақ айта кетейік. Қысқасы, маусымда 36 команда өнер көрсетеді. 36 команда 9-9-дан 4 себетке бөлінген. Яғни жеребе тарту кезінде бір команда өзінің 8 қарсыласын анықтайды. Яғни 8 қарсыласы әр командамен бір-бірден ойнап шығады. Яғни бір команда 8 командамен ойнайды. Бұл форматтың ерекшелігі, бұл жерде жолдастық қарымта матч деген жоқ. Яғни үйде сырт алаңда бір командамен 2 рет ойнамайды. Яғни бұл жаңа маусымда плей-офф кезеңі өзгерген жоқ. Яғни плей-оффқа 16 команда шығып, әрі қарай 8-ден 1 ширек финал, жартылай финал, финал өтеді. Екі матчтан тұрады, ол өз алаңында, сырт алаңда. Ал сол плей-оффқа дейін топтық кезеңнің орнына осындай айналмалы жүйе болып отыр. Мысалы, бірінші себеттен бір команданы алады да, сол бірінші себеттен мысалға Реал Мадридті алса, сол себеттен 2 команданы компьютер таңдап береді жеребеде. Сөйтіп, екінші себеттен 2 команда, үшінші себеттен 2 команда, төртінші себеттен 2 команда. Сонда бір Реалдың 8 қарсыласы болады. Сол 8 қарсыласымен бір-бірден ойнап шығады. Компьютер бұны да реттеп береді жеребе кезінде. Біреуімен өз алаңында, келесімен сырт алаңда, одан кейін өз алаңда, одан кейін сырт алаңда, 8 командамен ойнайды. Тиісінше жеңіске жеткен команда 3 ұпай, тең нәтиже 1 ұпай алады. Сөйтіп, сол ойындардың нәтижесінде турнир кестесінде алғашқы 8 орындағы команда, алғашқы 8 орын алған команда бірден плей-оффқа шығады, ал 9-шы және 24-ші орындағы командалар әрі қарай стыковой матч өткізеді, қалған 8 орынға таласады. Ал 25-ші орын мен 36-шы орын алған командалар аралығындағы олар маусыммен қош айтысады. Міне осындай қысқаша түсініктеме. Енді жеребе тарту рәсімі аяқталды. Мысалы, Манчестер Ситидің қарсыласы бірінші себеттен Интер мен ПСЖ түсті, екінші себеттен Брюгге мен Ювентус түсті, үшіншіден Фейнорд Спортинг, төртіншіден Спарта мен Слован Братислава. Енді Сити осы әр қайсысымен бір-бір матчтан өткізеді. Интер мен өз алаңда, ПСЖ мен сырт алаңда, Брюгге мен өз алаңда, Ювентус мен сырт алаңда деген сияқты. Криштиану Роналду жеребе тарту рәсімі кезінде тетікті басады кнопканы, сол кезде компьютер анықтап береді. Осыған бұл ресми жеребеге дейін кәдімгі тест болған, барлығы әдемі жасалды. Бұл формат көпшілікке ұнады. Енді шынымен де әр апта сайын біз Интер Сити, одан кейін Бавария, ПСЖ сияқты ойындарды көреміз. Енді жеребе тарту рәсімі бұл жерде енді Ман Сити, Интер, ПСЖ өте бір Ювентус, өте бір мықты қарсыластар, өте мықты матчтар күтіп тұр бізді. Интердің қарсыластары РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Цервена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта Прага. Бұл жерде Интер енді Лейпцигті ұтуға болады. Сити, Арсенал өте қиын, тіпті Байердің өзі бір тістеседі. Тағы да бір нәрсені айтуды ұмытып кетіппін. Жеребе тарту рәсімі кезінде бір лиганың командалары түспейді бір-біріне қарсы. Содан кейін, мысалы, Байер неміс Бундеслигасының чемпионы болса, ол бірінші себетте болған жоқ, ол екінші себетте болды. Өйткені себетке УЕФАның рейтингіне байланысты бөлінеді. Бірінші себет мықты, бірінші себеттегі командалар тым мықты, екінші себеттегі командалар мықты, үшіншісі мықтылау, төртіншісі орташа.
Міне осылай түсіндірсек болады. Өйткені төртінші себетте Спарта Прага, Слован Братислава, Штурм сияқты командалар болды. Әрі қарай Барселонаның қарсыластары Бавария, міне Ханс Дитер Флик ұталам екен енді бұл жерде Баварияны бұрынғы баптаған командасын. Барселона Бавария супер матч болады. Өкінішті бірақ матчтан тұратыны. Одан кейін Барселона Боруссия Дортмундпен, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Цервена Звезда, Брест, Монако. Бұл жерде де енді осы бірінші, екінші себеттен шыққан командалар арасындағы ойын өте қызықты болады сөзсіз. Мысалы, Лейпцигтің қарсыласы Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм. Негіз Лейпцигтің қарсыластары өте мықты қарап отырсаңыз. Ал Боруссия Дортмунд болса, Барселонамен ойнайды, Реал Мадрид екі Ла Лиганың мықтысымен, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Полония. Ал Реал Мадрид болса Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, Зальцбург, Лиль, Штутгарт, Брест. Негізі Реалдың қарсыластары да өте мықты. Финалистер Боруссия Дортмунд екеуі бірден осы айналмалы жүйе бойынша топтық кезең деп айта берейікші енді ойнайды. Одан кейін Ливерпуль, бұл да Чемпиондар лигасының финалы, Реал Мадрид, Милан, Анчелоттидің бұрынғы командасы. Одан кейін Аталанта, Зальцбургтар шайнап тастайды енді Реал. Оған ешқандай күмән жоқ. Ливерпуль болса енді Реал Мадридпен мықты ойын бар. Ливерпуль, Милан, Стамбул финалы қайталанады. Оны міндетті түрде тамашалаймыз, амандық болса. Ал Атлетиконың қарсыластары ПСЖ, Байер, Лейпциг, Бенфика. Енді Атлетикоға кішкене бір жеңілірек болған сияқты қарсыластары. Бір-екі командамен қиналса, қалған ұтуға болады. Енді екінші себеттегі Аталанта, Брюгге, Бенфикалардың қарсыластарын өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде Ювентустың қарсыластары да оңай емес. Қарасаңыз Сити, Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лиль, Штутгарт, Астон Вилла. Қысқасы, менің өзіме енді бірінші себеттің командаларының ойынын көреді ғой көпшілігі. Қалған командалар енді ұпайы бойынша үздік 8 команданың қатарына кірсе, плей-оффқа шығады, 9 бен 24-ші орнаса. Оның барлық нәтижесі бүкіл команда 8 ойын өткізіп біткеннен кейін барып, кесте бойынша плей-оффқа командалар өтеді. Енді күнтізбені УЕФА шығарады. Бір аптада неше ойын болатын қазір есептеу керек. Енді бұл жерде мысалы бірінші аптада Сити мен Интер ойнаса, сол күні Сити мен Интер ойнаса, сол күні Бавария мен ПСЖ сияқты матчтар болады. Сондықтан да бір күннің өзінде 2 топ ойындар болады. Қысқасы, Чемпиондар лигасының жаңа форматы осындай, плей-оффта өзгеріс жоқ. Ал топтық кезеңнің орнын алмастырған осы айналмалы жүйеде командалар қарсыластарын анықтап қойды. Енді сол бойынша әрі қарай ойындар өткізеді. Бір команда 8 матч өткізеді, яғни 8 қарсыластар белгілі уже, сол 8 командамен бір ғана ойыннан өткізеді. Ол компьютер оны жеребеді анықтап берді, жолдас үйінде, қонақта осылай ауысып отырады. Бұл жердегі бір ұтымдысы, мысалы, Слован Братислава, Брест, Штурм сияқтылар, рейтингте жоғарылар, оларға кем дегенде бір топ команда барады сол жаққа. Сербияға болсын, Чехияға болсын, бір топ Реал, Бавария, Барселона сияқты командалар барады. Өйткені бір матчта олар өз алаңында өткізеді топ командалар қарсы. Енді бұл жерде Астана біздің чемпиондарға қаншалықты мүмкіндік бар. Ордабасыда бұл жерде тек қана рейтинг бойынша емес, бұл жерде рейтинг бойынша себетке орналастырады. Себетке рейтинг бойынша орналасады. Сіз, мысалы, Астана Ордабасы өткен жағдайда да чемпиондар лигасы, ол 4-ші себетте болады бетон. Бірақ бұл жерде кәдімгі чемпион ретінде сен бірінші іріктеу кезеңіне бастайсың чемпиондар лигасының, путь чемпионов деген бар. Сол іріктеуді ары қарай 4 іріктеуді өтсең, Астана сияқты конференция лигасында өтті ғой плей-оффты. Солай плей-оффты жеңсең, онда 4-ші себетке топ ете қаласында сенің командаң, яғни Қазақстанға жаңағы бірінші себеттегі бетон бір команда келеді. ПСЖ болсын, Бавария ма, ол Реал ма, бір команда келеді. Сондықтан да әрі қарай біздің командалар одан бетер қызыға түседі, одан бетер қызығы артты чемпиондар лигасының осындай жағдай. Ал Астана болса, биыл конференция лигасының топтық кезеңінде ойнайды. Құттықтаймыз, керемет камбэк. Бран командасын 3-0 есебімен жеңіп, Рамазан Кәрімов кәдімгі жарқ ете қалды. Жарық жұлдызым дегендей, міне Кәрімов керемет камбэктің авторы атанды. Астана жалпы жарады. Осымен әрі қарай енді бізде Еурокубок жалғасады. Жаңа маусым, жаңа формат, ерекше
ойындар ендеше түсінікті деп ойлаймын. Ал түсінбесеңіздер комментарийге жазыңыздар, әрі қарай толықтырып өтетін боламын. Назарға қойғандарыңызға үлкен рахмет. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. WhatsApp-тан осы видеоны таратып, түсінбей жүрген, жаңа форматын әлі ұқпай жүрген достарыңызға жіберіңіздер. Қазақшалап, мен ойымша әдемілеп түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.